Сәлем достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз эскимо пирожныйын пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет, балалардың да көңілінен шығатынына сенімдімін. Ол үшін бізге жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа мен секерді миксерлейміз. Секер ерігенге дейін миксерлейміз. Он мен қосқышты бір-біріне араластырып, осылай ситыдан өткізіп саламыз. Он шашырамау үшін бірінші миксерді осылай былғап аламыз, содан кейін барып миксерлейміз. Дайын болғаннан кейін формаға құйып, жайып, 180 градуста 20 минутта пісірем. Пісіп шықты, суытып аламыз. Содан кейін барып, осылай қолмен үгітіп ыдысымызға сала береміз. Осындай олып үгітемін. Творожный сыр мен сахарный пудраны салып, ерігенге дейін миксерлеймін. Содан кейін үстіне салқын сливке құйып, тағы да миксерлейміз. Болғаннан кейін тестіміздің үстіне салып, барлығын араластырамыз. Осындай жабысқақ болып келу керек. Осындай форманың, мороженыйдың формасына салып, кондитерлік дүкендерде сатады. Барлығын осылай салып шығамыз. Менде тек 4 дана болғаннан кейін кезекпен кезек саламын. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мороженыйдың осындай таяқшасында осылай қойып шығамыз. Мұздатқышқа қатырамыз содан кейін. Енді глазуріне осылай шоколад керек. Шоколадты водяная баняда немесе микроволновкада ертіп аламыз. Содан кейін үстіне сұйық май құйып араластырамыз. Тереңдеу ыдысқа құйып алдым. Менің мороженныйым бататындай. Мороженыйымыз қатты. Формадан аламыз. Осылай глазурға батырып аламын. Мороженый өте салқын болғандықтан, глазурымыз тез қатады. Барлығын осылай істеп шығамын. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін, достар. Шоколадымыз қатты. Енді қалып қойған шоколадты кондитерлік қапқа немесе салафанға салып, ұшын кесіп, осылай құйып шығамын әдемілеуге. Үстіне присыпка сепсеңіздер де болады. Мен үстіне присыпка ештеңе сепкен жоқпын. Маған осылай минимализммен әдемі болып тұрған сияқты. Дайын болды, достар. Жасап көріңіздер. Ас болсын жасап жатсаңыздар.